Үш тілек ертегісі. Ертеде екі бауыр өмір сүріпті. Оның біреуі бай, екіншісі кедей болыпты. Байдың үлкен зәулім сарайы болыпты. Кедейдің кішкентай үйшігі ғана болыпты. Бір күні бір ақсақал келе жатып, байдың үйіне бет бұрады. Түнеп шығуға қайыршыға кет демес деп ойлайды. Есігін қақса, қожайынның өзі ашып, ашулана сұрайды. Не керек деп, қайыршы, бір күн түнеп шықсам бола ма деп сұрайды. Жаныңның барында жоғал деп айқайлайды бай. Қайыршы кедейдің үйіне келіп, есігін қағады. Есікті оның әйелі ашып, мейірімді жүзімен қарсы алады. Дастарханға отырғызып ас береді. Тамақтанып алған соң әйелі күйеуіне: екеуміз жерге жатайық, қонақты төсегімізге жатқызайық дейді. Күйеуі келіседі. Таң атысымен қонағы тұрып, жолға жиналады. Қоштасар сәтте былай дейді: маған 3 тілектеріңді айтыңдар, олардың барлығы орындалады дейді. Кедей денсаулық, қалағанынша нан және жаңа баспана сұрайды. Қалағандарының бәрі орындалады деп қайыршы кетіп қалады. Таң ата бай бауырының әйелі терезеге қараса, кедей бауырының жаңа үйіне көзі түседі. Күйеуін оятып, бұны кешегі қайыршыдан басқа ешкім істей алмайды. Сен тездетіп сол қайыршыны қуып жетіп, бізге де бір нәрсе сұра дейді. Бай қайыршыны қуып жетіп, одан сұрайды: маған да 3 тілек айтып сұрауға мұрсат бер дейді. Үйіңе бара бер, тілегіңнің бәрі орындалады дейді қайыршы. Бай үйіне қайтып бара жатып, не тілейтінін ойлана бастайды. Астындағы аты тартынып қозғалмай жүрмей қояды. Бай ашуланып: өліп қалғыр кәрі мәстек деп атына айқай салады. Аты сол жерде өліп қалады. Міне бірінші тілегі орындалды. Ер-тоқымды иығына салып бай үйіне келе жатады. Өкініп келе жатқан бай былай дейді: ер-тоқым үйде қалып, әйелім ер-тоқымда отырғанда ғой дейді. Үйіне келсе әйелі ер-тоқымда отырып тұра алмай отыр екен. Әйелі байға айқай салады: сен не бүлдірдің деп. Бай не істерін білмей дау болады. Себебі оның соңғы тілегі ғана қалған еді. Егер ол байлықты тілесе, әйелі өмір бойы ер-тоқымда отырып қалар еді. Амалсыздан бай әйелінің ер-тоқымнан түскенін тілейді. Осылай бай атынан айрылып, жолда шаршап, әйелінен ұрыс естіп қалады. Ал кедей бауыры жаңа үйінде мәз-мейрам болып, қайғыны білмей, бақытты өмір сүріпті.